Сәлем достар. Бүгін керемет жұмсақ болып шығатын медовый торт жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл медовый тортты жасаудың әркімнің әртүрлі әдісі бар. Мен өз әдісіммен жасауды бөлісуді жөн көрдім. Ол үшін табағымызға сары майымызды, шекерімізді және 2 ас қасық балымызды салып, осылай отқа қойып, баяу отта жаймендеп ертіп аламыз. Шамалы ергеннен кейін үстіне 1,5 қасық ас содасын салып, осылай әбден көпіргенше былғап аламыз. Енді оттан түсіріп, осындай қызғылт түске енгенше былғап отырып, суытып аламыз. Суыған массамыздың үстіне 3 жұмыртқамызды бөлек жарып, араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымыз әбден өзіне керегін алғанша ұнды қосып отырып, осындай әдемі күлше шығады. Біздің тортымыздың күлшесі дайын. Енді осы күлшемізді 6-ға немесе 7-ге әркімнің қалауынша бөліп, осындай күлшелерімізді біртіндеп пергамент қағазына жаямыз. Ұнды сүйіп отырып жайсаңыздар да жақсы болады. Осылай жайып отырып, мен осындай табаның көмегімен домалатып бөліп аламын. Әдейі осы бойынша пісіріп болған кезде айналасындағы корждарын алып қалатын боламын. Осылай күлшемізді бәрін пісіріп алдық, әдемілеп. Енді осы айналасынан түскен корждарымызды блендермен ұнтақтап аламыз. Ұнтақтап алғаннан кейін енді тортымызды жинауға кірісеміз. Мен салмасына сгущенкамен сары майды пайдаландым. Миксермен бір келкі қылып араластырып алып, енді салмамызды корждарымыздың арасына салып жинауға кірісеміз. Осылай жайып отырып, жағып әдемілеп коржымызды жинайтын боламыз. Айналасына ұнтақтарымызды жағып, тортымызды әсемдейміз. Бұл тортты көбісі ұнатады. Бұл торт қай уақытта да сәннен қалмайды деп ойлаймын, өйткені бұны бала да, ересек адамдар да сүйсініп жейді. Сондықтан медовый торт көбаса дастархандардан көп кездеседі. Егер менің осы видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай тортымыз, біздің тортымыз осындай әдемі болып, жұмсақ болып, пісіп шықты. Ас болсын.